Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін 7 сынып биология сабағының 490 бойынша БЖБ 3 нұсқасын талдайтын боламыз. Яғни микробиология және биотехнология бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бұл жерде бізге 2 тапсырма берілген. Тапсырманы орындамас бұрын арнаға тіркеліп, қоңырашаны басып қойуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сіз маған осылай өз қолдауыңызды білдіре аласыз. Сонымен қатар әр видеоға белсенділік көрсетсеңіздер, 7 сынып сабақтарын толықтай талдайтын боламын. Ал тапсырмаға оралайық. Тапсырмаға қарасаңыздар, бірінші тапсырмада бізге А және Б деп екіге бөлінген, яғни А нұсқасына көшетін болсақ, микробиология ғылымы нені зерттейді? А варианты жануарлардың тіршілік әрекетін, В варианты қарапайымдылардың тіршілік әрекетін, С варианты жай көзге көрінбейтін ағзалардың тіршілік әрекетін, Д варианты өсімдіктердің тіршілік әрекетін. Микробиология ғылымы жай көзге көрінбейтін ағзалардың тіршілік әрекетін зерттейтін ғылым болып табылады. Яғни жауабы С варианты. Бұл нұсқасына көшетін болсақ, төмендегі суреттерден бактериялардың формаларын анықтаңыз деген. Бұл жерде бізде 3 бактерияның түрі берілген. Бірінші таяқша тәріздес, екінші шар тәріздес, үшінші спираль тәріздес бактериялар берілген. Енді екінші тапсырмаға көшетін болсақ, суретте йогурт дайындау үдерісі бейнеленген. Бұл жерден бізге сұрақтарға көшетін болсақ, А, Б, С деп беріліпті. А нұсқасында суретті пайдаланып, йогурт дайындау үдерісін сипаттаңыз дейді. Йогурт дайындау, яғни суретті қарасаңыздар, бірінші бізде 1 литр сүтті қайнату процесі жүріп жатқанын байқасаңыз болады. Суретте өз белгілі болып көрініп тұр. Қайнатылған сүтті біз 30 минутқа салқындатамыз. Салқындатылған сүтті, яғни 42 градустағы сүтті біз сүтке ашытқы салып араластырып 6-8 сағатқа жылы жерге қоямыз. 6-8 сағаттан соң салқындатуға, яғни тоңазытқышқа салуға болатын процесті көріп тұрмыз. Бұл нұсқасында йогурт әзірлеу кезінде сүттің температурасы 42 градус болғанда ғана ұйытқыны қосады. Неліктен дейді. Бұл жерде қарасаңыз, сіз сүтті қайнатып тиісті температураға дейін суыған күтпей ашытқыны араластыратын болсақ, бұл жағдайда йогурт ашытылмайды. Яғни процесс жүрмейді. С нұсқасында ұйытқы араласқан қоспаны бөлме температурасында 1 тәулікке қалдырады. Неліктен қоспаны тоңазытқышқа қалдыруға болмайды дейді. Тиісті ашу процесі толық аяқталмай тоңазытқышқа салуға болмайды. Себебі ашу процесі тоқтап қалуы мүмкін. Яғни ыстық, жылы тағамдарды тоңазытқышқа салуға болмайды. Бұл тағамдарға кері әсер береді. Міндетті түрде тоңазытқышқа салқын күйінде салғанымыз абзалырақ. Міне оқушылар, осымен БЖБ 3 нұсқасы талдау аяқталды. Алдағы уақытта басқа да сабақтардан БЖБ, ТЖБ нұсқалар шығады. Жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонымен қатар достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. БЖБ-дан жақсы нәтиже көрсетулеріңізге тілектеспін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.